Қымбатты оқушылар, біз сіздермен Астана мәдениет пен өнер ордасы деген бөлімді аяқтаймыз. 4-ші бөлім, яғни бүгін соңына жетті. Соңғы сабақтардың тақырыбы Астана болашақтың қаласы, Астана ұлт келбеті деп аталады. Бүгінгі оқу мақсаты ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату, неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу. Балалар, болашақтың қаласы қандай болады? Ойланайықшы. Мына суреттер сіздерге таныс па? Бұл суреттерді сіздер қайдан көріп жүрсіздер? Осы суреттегі бейнеленген көріністер қазіргі таңда 21 ғасырда бар ма олар? Бар болса сіздер көрдіңіздер ме? Бұл қай қалада орналасқан? Балалар, мен сіздерге бүгінгі сабағымды дәстүрден тыс өткізгім келеді. Яғни өзімнің ғажайып ел деген ертегімді сіздерге оқып бергім келеді. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Бүгінгі тақырыпқа қаншалықты осы ертегінің қатысы бар екенін біз сабақ соңында талдаймыз. Ертеде Барс деген хан болыпты. Барс хан елінің жері кең байтақ, табиғаты тамаша, аспанмен таласқан таулар, саф алтындай таза ауасы бар кең жазық далалар, мөлдіреген өзен көлдерге барлығы қызығады. Күнгейінде күн ыстық, теріскейінде күн суық болады. Бұл әлемде жоқ байлық бар екен бұл елде. Жерінің асты қара алтын, үсті сары алтын, тауларының қойнауы гауһар тастарға, өзен көздері інжу маржанға толы. Қарасаң көз тоймайтын бір ғажайып ел. Бір ғажабы, жері сонша үлкен болса да халық саны аз болыпты. Осы бір ұлан байтақ жерге қызықпайтын пенде қалмапты. Бұл ел өз тарихында жер үшін қаншама қиындықтарды басынан өткізіпті. Бірақ ата-бабалары бір шетімен екінші шетіне құс қанаты талатын, тұлпар тұяғы тозатын, кең байтақ даланы ұрпағына мирас етіп қалдырыпты. Бұл ұрпағы үшін баға жетпес байлық екен. Әсіресе көршілес Аюхан мен Айдаһар хан осы елге қызыға да қызғана қарапты. Үнемі Барс ханды мазалап жер сұрапты. Бір күні Барс хан өз халқымен ақылдаса келіп, үлкен жиын той өткізбек болып жарлық шығарыпты. Оның шарты: жерде кім менің елімнің халқын еш жерде жоқ жаңалықпен таң қалдырса, сұрағанын беремін депті. Бұл жарлықты естіген жұрт 6 құрлықтан осы елге ағыла бастапты. Тамылжыған жазда басталған жиын той 90 күнге дейін жалғасыпты. 30 күн ойын, 40 күн тойын қылған қонақтар Барс хандықтарды еш таң қалдыра алмапты. Тіпті күн ыстықта мұзға дейін әкелген елдер болса да, жергілікті халыққа жаңалық болмапты. Себебі бұл елдің бір жағында күн ыстық болса, екінші жағында қатты аяз болып тұрады екен. Жиын тойдың тарқайтын уақыты тақағанда, хан уәзірлерімен ақылдасып, байқаймын, бізді ешкім таң қалдырмады, ендеше өзіміз оларды таң қалдырайық депті. Кешкісін барлық нөкерлер кернейлетіп, сырнайлатып, шар тараптан келген қонақтарға жар салып, хан сарайына жиынға шақырыпты. Түн қараңғылана бергенде, бүкіл әлемді нұрға бөлеп, жұлдыздай жарқырап, жерге алып шар түсіпті. Қонақтар таң тамаша болып аңтарыла қалыпты. Сол мезетте есік айқара ашылып, барлығы шардың ішіне лап қойыпты. Кіргенде таң ғажайып, бұрын адам аяғы баспаған, көзі көрмеген, құлағы естімеген әлемге тап болыпты. Ол нұр әлем екен. Лезде хан сарайы ару қалаға айналыпты.
Әр көшеде арықта арқырап аққан мөлдір су, әр аула кішігірім бақ, жасыл желек пен гүлге оранған гүл қала. Әуеде аспалы темір жол, ерсілі-қарсылы жүйткіген жорға пойыздар, аспанмен таласқан биік ғимараттардың үстінде көбелекше ұшып қонып жатқан тікұшақтар, көкті тіліп көктей ұшып бара жатқан дыбыссыз әуе кемелері, әрі-бері автошақтар зулайды. Осындай кереметтерді көріп жүрек тулайды. Ғажап емес пе? Зымыранға қараса, қарапайым адамдар отырып ғарышқа саяхат жасауға даярланыпты. Я, осының бәрі Барыс хан елінің ертеңі, кемел келешегі, өркендеген өрісі. Риза көңілмен келген қонақтар елдеріне тарасыпты, ал ғажайып елдің тұрғындары мұраттарына жетіпті. Балалар, бұл ертегіден нені бақыладыңыздар? Ертегідегі келтірген мысалдардың біздің елімізге қатысы бар ма? Ертегі қай ғасыр туралы айтып тұр? Ойымызды ортаға салайық. Енді балалар, бүгінгі сабақтан алған әсерімізді 2 жұлдыз 1 тілек әдісімен қорытындылайық. Пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Зейіндеріңіз ашылсын, сіздерге қайырлы білім болсын.